Zaman kayda baratат. Biz kayda baratабыз. Өзі biz шул ағымға қаршы жүрген ел екенбіз да. Кече сессияда депутаттар сөйлеп атат. Ей, мектеп салыш керек. Садик салыш керек дейді. Құдай, ушуларға түшінбей қойдым тақырыбды. Құдайға шүгір, мектеп жетішті, садик жетішті. Бізге түрме жетішпей, түрме. Брavo, түрме салыш керек тайланы. Өздері білет, ертеліге жүшерге келерін білешет. Өздеріне условия түзіш керек та. Өзіне күйбеген адам бүрөге күйіп жырғатпайды. Брavo. Қырғыз айтқан мұны. Шында, мұна 120 депутаттың 80-і ушақа келе тұрғандар да. Өздері батпай атқан аз келгенсіп, дағы бір топ министрлерді ершітіп алышады. Шын, бұл түрмеден, бұл деген сойлыбайды екен деп, не қылауыз, тұрау. Түрмен чоңайтыш керек, салыш керек болчу. Да мен таң қалғаным, илгери түрмеге қамалған адам өкініп, ой, бекер қылған тұрбайым ба? Адашқан тұрбайым ба деп илап кірчеле түрмеге. Азырқы кіріп атқандарым түмеле қол бұлғалап, мақтанып, деп мындай қылып түмеле. Мен қандай қылып тұрмын, дегесі онан кірешеді кен айланайны. Бұл түрмеді айланайы, бұл не деген емес. Просто беспредел болды қалды да. Рұқсат берген жолдаш начальник. Имақолов. Қаяқтан келдің? Қантып келдің берді? Начальник түрменің кабинеті. Бияқтан әле келдім жолдаш начальник. Сені кім кіргізді бияқа? Мен ешкім кіргізген жоқ, мен постоянно әле ұшияқтан кірем. Систем ұрдағы начальник еділі ұшияқтан кірчімін жолдаш начальник. Не керек? Не келдің бияқа? Жөн әле жолдаш начальник. Мұна бұл жаңжылға қарата үйге ұрсат беріп қоңыз үйге барып келейін. Оны қарап қой. Демелі жаңжылға қаратады. Қайдағы жаңжыл? Сен түрмеде отырасың ғой? Не курортта жүресің сен? Сағандай жоқ. Жолдаш начальник ұрсат беріп қоңыз. Аялым төределе барып көріп келейін дедім әле жолдаш начальник. Шылтаны қарап қой. Ей, сен 15 жылдан бері түрмеде отырсаң, анан аялың кимден төреп атат, Мен де ошону барып билип келейин дедим эле. Кимден төреп атканын, жолдош начальник. Муну карап кой. Ей, мен азыр сага жооп берсем, элестен. Же аялыңы, же баланын атасын өлтүрүп койсоң, мен сага кошулуп жооп бере турган акыбалым жок эми. Жолдош начальник, андан эч коркпоңуз. Мен пистолетти ушу жерге таштап кетем, жолдош. Муну каяктан алып жүрөсүң? Кайдан пистолет бул? Бай 2010-жылкы жоголгон аружалардын бирөө менде да. Карасаңыз, жолдоштор. Макул каппай. Ой, korkmamız, bunun номерлерін ölçürüp koyğum, hiç kim tapmaydı. Görseniz? Sen bunday ayınıp kalan yoksun mu? Niye de öyle dövdürüp atasın ne? İmakolov ya. Жолдош начальник, уруксат берип коюңузчу эми. Стройка кылып аттым эле барып көрүп келейин. Sen türmede жатып alıp stroyka kıldırıp atasın mı sen? İş o. Biz türmede жаткандар баарыбыз эле стройка кылып атабыз, жолдош начальник. Oy, biz degenin kim? Мурдагы биздин команда. Силер эмне? Стройка кылдырган атайын түрмөгө келип жатып атасыңар. Анан стройка кылып, заңгыраган хан сарайларды кылып, салып, көзгө көрүнөр иш кылып койбосоң, түрмөгө бок барбыз, жолдош начальник. Ой, кантип? Анан азыркы айлык менен үй сала албайсың да, жолдош начальник. Айланай. Иманкул, сен эмне адамдын түшүнө кирип экенин эле бирдемелерди айтып атасың. Азыркы айлыкты вообще түш көрбөңүз, жолдош начальник. Азыркы айлык түшүңүзгө кирсе, ооруп каласыз. Ой, сен каяктан көрдүң бул түрмөдө жатып алып үй салдыргандарды? Ой, баарыбызды ошентип атабыз деп атам го. Ой, атаң. Кереги жок. Эч кандай болбойт. Уруксат берип коюңузчу. Кантип уруксат берем силерге? Кантип берем мен, Элестет мына, эми биздин өкмөт, биздин мамлекет каражат кетирип, бийик заборлорду куруп, үстүн зым менен чырмап, ар бир бурчту автоматчан солдаттар менен коюп, силерди эмне тайраңдап жүрсүн, үй салып жүрсүн деп койбойду ошол жерге мамлекет. Жок, жолдош начальник, ичинде бизди тынчуктасын деп койгон да. Канча этаж салып аткан үйүң? Өзü 4 этаж. Өткөнде барсам 3-cü этажга келип калышыптыр эле. Не дейт? Сен качан барып жүрөсүң аяк? Өткөнде октябрда барып келдим, жолдош начальник.
Sağa kim жооп берди? Hiç kim cevap vergen yok. Anan kantip bardın hiç Özmele varıp geldim joldaşlar çayını. Yatan ulan qara. Ha ulam ile ruhsat suray vermek böyle. İmanqulov, ulam ile жооп сурай беремби, уруксат сурай беремби деп коесуң да, уну түрмө дейт, жооп сураганга болбойт. Шундай эле үйүңдө жашагың келип аткан болсо, кылмыш кылбай жашаш керек болчу İmanqulov. Joldaşlar çayını hazır kılmış kılbay yaşay albaysın da kişi. Hazır kaylık menen kantip kılmış kılbay yaşaysın kişi. İmanqulov, men kılmış kılbay ele jakşınakay ele жашап атам го, мынтип эле. Zato uy jayыңыз yok da начальник. Эми үй жай болбогону менен ишим бар Кудайга шүгүр. Paydası çok iştin kimge gereği var joldaş начальник. Yok, zato men uşul işten pensiyaga çıgam. Pensiya alam İmanqulov. Halal degендей. Pensiyaga çıgaz, pensiya alaz. Zato ömür boyu kvartira alap жүрүп өлөсүz. Oylansanız joldaş начальник, ömür boyu kvartiralap жүрüp ölgön jakşыбы же kılmış kılıp han saray salıp koyup 5 yıl oturup gele kalgan jakşыбы. Oylansanız. İmanqulov, bir otursan, gel. Gelseniz, bir otursanız. İmanqulov, ben sizge bir sunuş aytam, oşonu siz atkарып beresiz. Хорошо? Bilmem, koldan gelse yardım vereyim. Koldan gelmese kapa olma, çok joldaş kazay. İmanqulov, sizdin kolunuzdan gelir. Sizdin kolunuzdan gelir. Koldu verin, işemeseniz koldu verin. Yok, siz birinci ayttınız. Kol bergenden keyin alış bütüş gerek. Kol bergenden alış bütpeye kalsa kasaka ilinip kalasın. Bu degen sayasatçının kol emes da her kim gebere vergin. Bu kol bistin kolu da. İmanqulov, mınday kılançı. Ekөөбүз орун алмашалы. Orun almaşkanınız kıldı. Siz menin orduma şef, türmün начальнигі болуңуз. Ben sizdin ordunuzga barıp oturayım. Oşolday kantip olsun onu. Joldaş начальник, ben özüm zek bolsam. Anan kantip türme başçı bolam ha. İmanqulov, hazır bardığı bolot. Oylasoň geçekele ministr bugün zek. Bugünküle zek, geçekele ministr. Bardığı bolot. Men anda tertipke kongon emesmin joldaş kazayına. Bizde bir ay turda büttü al zakon. Silerde tüşke çeyim bir zakon, tüşten giyim bir zakon. Başımı örtüp niye kılam joldaş načальник. Uruk saat verip koysanız joldaş načальник. Ötkönde barsam 3. etaştın ayneklerin ustalar tuğur emes koyup koyuştu. Açuğum gelip prarapta atıp salgam. Prarap öldü. Ölgön çok joldaşlar. Adam buttan ölbeyt de. Butun üstü beri kılsanız. Ya beri Быйыл аябай тойлор көп болду, көз тийбесин кыргыздардын. Кыргызстанда айрыкча биздин ош жергебизде тойлор аябай көп болду, көз тийбесин. Şu toydan bir болгон окуяны айтып берем. Bir жаш келин врачка барыптыр да. Врачка барып, мындай жашы улуураак врачтар барбы, мен bir көрүнүп коеюн дедим эле десе, бар деп чоң эле bir врачка жолуктуруп коюптур. Мынакей мына кириңиз десе, чоң эле врач бар экен, келип алып арзумун айтып атат экен. Мынтип. Врачсызбы? О, менин турмушка чыкканыма 1 ай боло элек. Так, эмне болду? Мен турмушка чыкканыма 1 ай боло элек. Биз жолдошум экөөбүз жакшынакай эле түнү жатып эле анан саар эле турсам мындай пешене, мындай бардым эле кара чызык болуп кетет да. Эмне экенин таппай атам. Şunu taap бериңиз десе, барачам ойлонуп туруп. Жолдошуң эмне болуп иштейт? Десе, жолдошубуз, күйөөмбү? Күйөөңүз эмне болуп иштейт? Күйөөм неме? Уста. Не деген уста? Үйдүн крышаларын жабат, ушу жыгач уста десе, күйөөңүзгө айтып коюңуз, түнү келгенде кулагына кыстырылган карандашты алып коюп жатсын, Концертибиздин коноктору, жалпыңыздар куш келипсиздер. Жалпыңыздар кирип келген жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Сиздерге майрамды гүлдесте катары Улуу Залкар, Ырдын пири Ырыспай Абдыкадыров агайыбыздын Аккулар сени сагынар аттоорун аткарып берейин. Кабыл алыңыздар.
Менде күйгін жалын бар, издесем түгөй табылар. Айланып күнгі қонбосың да, аққулар сені сағынар. Айланып күнгі қонбосың да, аққулар сені